Сәлем балалар! Математика пәнінен 104-ші сабақ қосу және азайту тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. 13-ке 5-ті қалай қосуға, 19-дан 5-ті қалай азайтуға болатынына қара. Балалар, суреттен нені көріп тұрмыз? Қиярдан жасалған тосапты және қызанақтан жасалған тосапты көріп тұрмыз, балалар. Олай болса, біз жасыл түсінен 13, қызыл түсінен 5, 13-тің 5-ке қосындысын есептейік. Яғни 13-ті құрамына қарай талдап аламыз, 10-ның және 3-тің қосындысы. Ал енді 1 ондық және 3 бірлік бар екен, балалар. Ал 5 саны ол бір таңбалы сан, яғни бірлік. 13 санының бірлігіне 5 бірлікті қосамыз. Яғни 10 қосылған 3-тің 5-ке қосындысын қосамыз. Яғни 10-ның 8-ге қосындысын есептейміз. 18 жарайсыңдар, балалар. 13-тің 5-ке қосындысы, балалар, 10 қосылған 8 екен, балалар. 18 18-ге тең екен. Келесі 13-тің 5-ке қосындысы 18-ге тең. Келесі суретке қарайық. Суреттен нені көріп тұрмыз? Құлпынайдан жасалған тосапты көріп тұрмыз және апельсиннен жасалған тосапты. Балалар, 19-дан, барлығы 19 тосаптан азайтамыз біз 5-ті. 19-ның 5-ке азайтындысы мәнін есептейміз, балалар. 19 санын құрамына қарай талдап аламыз. 10 қосылған 9. Яғни бірліктен біз бірлікті азайтамыз. 9-дан, яғни 5-ті азайтамыз. 10 қосылған 9-ның 5-ке азайтындысына 14 болады. Жақсы. 19-ның 5-ке азайтамыз, балалар. Мән нешеге тең? 9-ды 5-ке азайтсақ 4, балалар. 10-ның 4-ке қосындысы, балалар, 14-ке тең. Жақсы. 19-ның 5-ке айырмасының мәні, балалар, 14-ке тең. Балалар, есімізде әрқашан сақтайық. Бірліктерді бірліктерге қосады, бірліктерден бірліктерді азайтады. Балалар, енді екінші есепке қарайық. Дәптеріңе жазып, оны есепте. 12-ның 6-ға қосындысы 10 қосылған 2-ның 6-ға қосындысына тең екен, балалар. 12-ның 6-ға қосындысы тең, балалар, 10-ның 8-ге қосындысына. 12-ның 6-ға қосындысы, балалар, бізде 18-ге тең. Жақсы. Келесі 18-дің 4-ке азайтындысы 10-ның қосылған 8-дің 4-ке айырмасының мәніне тең екен, балалар. 18-дің 4-ке айырмасының мәні, балалар, бізде 10-ның 4-ке қосындысының мәніне тең екен, балалар. Яғни 14 тең 14. 18-дің 4-ке айырмасы, балалар, бізде 14-ке тең. Жақсы. 16-ның 2-ге айырмасының мәні, балалар, біз 16-ны құрамына қарай талдаймыз. Яғни 16 саны 10-ның 6-ға қосындысының мәніне тең екен, балалар. Яғни біз бірліктен бірлікті азайтамыз. 6-дан 2-ні азайтамыз. 4 болады. 10-ға 4-ті қоссақ 14. Жақсы. 16-дан 2-ның айырмасының мәнін есептейміз. 6-дан 2-ні азайтқанда неше болды, балалар? 4 болды. Жақсы. 10-ның 4-ке қосындысы 14-ке тең. 16-ның 2-ге айырмасы 14-ке тең. 14-тің 2-ге қосындысы, балалар, 10 қосылған, яғни бірлікке бірлікті қосамыз. 4-тің 2-ке қосындысы 6-ға тең. 10-ның 6-ға қосындысы 16. 14-тің 2-ке қосындысының мәнін есептейміз. Дұрыс айтасыңдар. 4-тің 2-ке қосындысы 6, 10-ның 6-ға қосындысы 16 екен, балалар. 14-тің 2-ке қосындысы, балалар, 16-ға тең. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі үшінші тапсырмаға қарайық. Үшінші тапсырма есептеуді түсіндір, теңдіктер құр. 10-ның 6-ға қосындысы, балалар, 16-ға тең. 6-ның 10-ға қосындысы 16-ға тең. Яғни бірлікке бірлікті қосып жатырмыз, балалар. Келесі 11-дің 8-ге қосындысы 19-ға тең. 11 санының бірлігі 1 болады. Ал 8-ге оны қосамыз. Сонда 19 шығады. 9-дің 10-ға қосындысы, балалар, 19. 16-дан 3-тің айырмасының мәнін есептейміз. 13. 16-ның 6-ға айырмасы 10-ға тең. 10-ның 10-ға айырмасының мәні 0-ге тең. 19-дің 5-ке айырмасы 14-ке тең.
10-ның 8-ге қосындысының мәні 18-ге тең. 18-ден 8-дің айырмасының мәні балалар 10-ға тең. Балалар есімізден шығармаймыз. Бірліктерді бірліктерге қосады, бірліктерден бірліктерді азайтады. Келесі балалар 4-ші есепке қарайық. 4-ші есепті шығар. Дәптеріңе сұлбасын сал, оны толтыр. Бөшкеден 3 литр су құйып алынғанда, оның ішінде тағы 15 литр су қалды. Бөшкеде қанша литр су болған? Азайту амалмен шығатын кері есеп құрастыр. Құйды неше литр? 3 литр. Қалды неше литр? 15 литр. Барлығы белгісіз. Шешуін анықтаймыз. 3-дің 15-ке қосындысы балалар 18-ге тең. Сонда барлығы 18 литр екен, балалар. Жақсы, балалар, кері есеп құрастырамыз. Қалды 15 литр, құйды бізде белгісіз литр. Барлығы 18 литр еді. Жауабы 18-дің 15-ке айырмасын есептейміз. 3-ке тең. Жауабы 3 литр құйып алды. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Келесі балалар 5-ші есепке қарайық. 5-ші есеп. Сырым мен Әлияның текшелерге қарап тұрған орынның нөмірін ата дейді. Балалар, 1-ші текшеге қарайықшы. Сырым қалай қарап тұр? 1-ші жақтан, 2-ші жақтан, 3-ші немесе 4-ші жақтан қарап тұр ма? Қай жағынан қарап тұр? Сырым 4-ші жақтан қарап тұр екен, балалар. Жақсы. Келесі Әлия ше? Әлия 1-ші жақтан, яғни төбесінен қарап тұр екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сау болыңдар балалар.